Бүгін 5 шілде 2024 жыл. Мен қолөнер Тараз бірлестігінің Астана күніне арналған ісіне қатысушы ретінде келе жатырмын. Мені балам Сидула алып келе жатыр. Шахристанға да келдік. Қазір сағат 9:30 болып қалды. Саламатсыздар. Біздің сағатымыз. Ай, қыздар шарлып пісән деп жатыр екен. Мына көркем сурет галереясына да келдік. Здравствуйте. Вот. Красавица. Қалайсыз? Қалайсыз? Саламатсыздар. Міне біздің қыздар дайындық үстінде. Рахмет. Міне қыздар бәрі дайындалып жатыр. Доброе утро. Привет всем. Міне қыздар. Мерекелеріңмен. Рахмет, бірге болсын. Міне қолөнер Тараз бірлестігіміз. Смола деп кірдік. Міне біздің Раушан әпке. Раушан әпке, бізде бүгін қандай мереке? Бүгін Астана күні мерекесіне орай өнерліге өріскен қолөнер Тараз қоғамдық бірлестігінің ұжымын ұйымдастырып отырған біздің көрмеміз. Бірінші рет ұйымдастырып жатырмыз. Сонымен кішкене толқу бар әрине. Бізде 75-ге жуық адамымыз бар. 10-нан аса адамымыз жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдар бар. Соның ішінде көп ұлттымыз, әр салада жұмыс істейміз. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Мен сол қолөнер Тараз қоғамдық бірлестігінің төрайымы, есімі Раушан Иманәліқызы. Өте керемет. Ал енді аралап көрейін. Аралап көрейін. Міне мынау бірінші зал екен. Кәні бірінші залды аралап көрейік. Жүннен басылған бұйым. Мынау кесте бұйымдары. Кесте. Айқас кесте. Мына айқас кесте екен. Мына жақтың бәрі түкті кілем. Бұл түкті кілем менің туындыларым. Және Астана күніне арналған. Анау майлы бояу, кенепке салынған майлы бояу бәйтерек атты жұмысым. Мыналардың бәрі көркем кесте және бисер кестелер. Ал енді мына бұрышта киізден басылған жұмыстар. Қолөнер Тараз дейді. Нұрбаева Айнұр. Мынау Сәуле ханымның жұмыстары. Басқұрлар. Қазақтың киіз үйде қолданған ұлттық бұйымдары, түкті кілем, басқұр, киіз өнімдерінің барлығы қазақтың ұлттық. Мына жақтың барлығында киізден басылған картиналар екен, кестелер, таспадан жасалған кесте. Қолөнер Тараз, Тоқабаева Гүлмира дейді. Керемет жұмыстар. Мыналар қыш құмыралар, қыш шеберханасы. Мынаның бәрі тас бұйымдары,
табиғи тастар, бетіне сурет салынған. Және мынандай киізден басылған тұмарлар, моншақтар, мына жүннен басылған тастар. Керемет қолөнер бұйымдары. Мынада жүннен басылған жұмыстар. Көрейік кімнің жұмысы. Қаратау таулары дейді, Құндызбаева Раушан Иманалиевна дейді. Мына Қаратау тауы. Мынада жүннен басылған сағым дейді. Сағым Құндызбаева Раушан дейді. Жүннен басылған керемет пано. Мына қыздар келатыр. Қыздардың бәрі ерте келіп, қонақтарды күтуге дайындалып жатыр. Міне мынау екінші зал екен. Мынаның бәрі орамалдар. Түгел жүннен басылған, жібек матасына басылған орамалдар. Жүннен басылған пано. Байғазиева Дәмегүл дейді. Ғасырлар үні. Мына қыздар киізден жасалған киімдерді өлшеп көріп жатыр мына. Сұлу қыздар. Міне мынау киізден жасалған киімдер екен, бәрі киізден басылған. Мына өте керемет. Қандай жакеттер. Мына жерге даже моншақтар салып жіберген ба? Моншақтар тігіп жіберген екен, не? Бисер. Бұл қандай жалып жүрдеді. Қандай керемет. Мынаны аламыз. Мынаны аламыз. Қандай керемет. Жаза салқын. Мына жібек жіптен. Жібек матаға басылған, киізден басылған. Мынау, бұл да киізден жасалған өнімдер. Ерекше техникамен жасалған нәрсе екен, мынау киіз. Бұл киізді картиналарды жасау барысында қалдықтарды тастап отырып, содан жинақтап жасаған басқан киіз екен мынау. Мынау да киізден, бұл залдың барлығы түгел киізден басылған өнімдер. Міне киізден жасаған тақиялар, бас киімдер, қолғаптар. Мыналар бас киімдер. Ілмекпен тоқыған бас киімдер, тақиялар, мыналар бөріктер, орамалдар тоқылған. Мына енді киіз үйлер. Ерекше. Мына ішін ашып қарауға болады, есіктің өзі шимен жасалған. Мынаның ішінің барлығы кәдімгідей шынайы өмір дегендей жабдықталған. Шашақ бағы да бар. Мына киіздің барлығы. Мына енді өте үлкен өлшемдегі сырмақ. Орамалдар жібек матаға біріктіріліп жасалған орамалдар. Амаз. Мына жердің бәрінде ұлттық киім киген қуыршақтар. Ілмекпен тоқылған ойыншықтар. Мына қыздардың бәрі қонақ күтуге дайындалып жатыр. Қабырғаның бәрінде кілемдер. Бәрі киізден басылған. Міне мына смоладан жасалған бұйымдар. Қазақтың домбырасы. Қазақстанның картасы. Міне қыздар. Сабындар қолдан жасалған. Қолдан жасалған шағын бұйымдар. Келесі залымызға өтейік. Мына жерде басқұрт оқитын станок. Мына дөңгелек пано.
Жасықшалар. Мыналардың бәрі аппликация, кесте болып құрақтан. Мен бәрі ілмекпен тоқылған киімдер. Бәрі киімдер. Киізден басылған, матадан тігілген киімдер, кимешек. Мынау аяқ киімдер жүннен басылған. Мынаның бәрі түгел ілмекпен тоқылған аяқ киімдер. Мынау зергерлік бұйымдар. Әртүрлі техникада тоқылған, тігілген, құралған сөмкелер. Мыналар сырылып тігілген жайнамаздар, сөмкелер. Міне Рабиға қыз қонақтарды күтуге дайындалып жатыр. Міне керемет бұйымдар, моншақтардан тігілген, моншақтардан жасалған бұйымдар. Керемет екен. Әдемі, өте әдемі. Сөмкелер міне. Мынау да сөмкелер екен. Жақыннан қарайық. Қандай керемет. Моншақтармен жасалған. Тоқылған. Киізден жібек жіпке байланыстырып тігілген киімдер, міне киім үлгілері. Кеудеге тағатын брошкалар, сәндік бұйымдар. Құмыра үлкен. Рабиға Иманәлі дейді. Киізден басылған, мынау макремеден тоқылған бесік. Мынау макремеден тоқылған орындық отыратын. Киізден мынау бәрі макремеден тоқылған төсеніш. Здравствуйте. Міне қыздар қонақ күтуге арнап фуршет дайындап жатыр. Қонақтарды күтуге қызу дайындық. Міне біздің дастарханымыз. Керемет, қыздардың қолы алтын. Осындай журналистер келді, фотограф. Тараз қаласына атақты біздің журналист қызымыз Лариса. Привет. Қалайсыз? Қыздар келіп қалыпты. Қалайсыздар? Сәлематсыздар. Қалайсыз? Көрме жасап жатырмыз. Қонақтардың алды да келіп қалды. Хош көрдіңіз. Саламатсыз. Ой, какие вы все красивые. Спасибо. Алғашқы қонағымыз. Міне біздің сыйлы қонағымыз да келді. Қонақтарымыз. Еңбектеріңіз рәсті болсын, жана берсін, өсе беріңіздер. Айтқаныңыз келсін. Именно қолөнершілер жана берсін, өрлей берсін. Рахмет. С праздником. Вас также. Каждый раз праздник, когда встречаемся с вами. Сейчас там снимаем. Я стараюсь. Саламат Сабай, қалайсыз? Могу ли я ваши? Вы сейчас подумайте. Здравствуйте, Юрий.